Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай әдемі әрі дәмді пирог дайындаймыз. Ең алдымен ұнға қопсытқыш салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мұздай салқын майымызды ұнға аунатып, үккіштен өткіземіз. Ұн мен майды ұнтақ болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымызға жұмыртқа, қант, сүт және тұз қосып, шанышқымен араластырып, әрі қарай қолмен қамыр илейміз. Қамырды көп илеп жібермеңіздер. Әрі қарай дайын болған қамырды 20-30 минутқа салафанға салып, бөлме температурасында қойып қоямыз. Қамырдың кішкене бөлігін бөліп, қойып қоямыз. Қалған үлкен қамырды пергамент қағазына жаямыз. Кальцо немесе крышканың көмегімен сызық салып аламыз, қатты баспаймыз. Пышақпен жан-жағын кесіп, видеодағыдай жасап шығамыз. Листіға қамырымызды қойып, салмасын саламыз. Өзіңіз қалаған әртүрлі салмасын салсаңыздар болады. Кішкентай қамырымызды жайып, видеодағыдай бөліп, пирогымыздың үстіне қойып шығамыз. Жұмыртқаның сарысына сүт қосып, қамырымыздың барлық жеріне жақсылап жағып шығамыз. градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей бізде осындай әдемі әрі дәмі тіл үйіретін пирог дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын, менімен болғандарыңызға рахмет.